Баршаңызға қайырлы күн, мен арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге сүзбеден жасалған жаңғақ салмасы бар печеньені жасалу жолын көрсететін боламын. Видеоны соңына дейін қарауға кеңес беремін. Арнаға тіркеліп, комментарийлер жазып кетіңіздер. Ал ендеше жасауға кірісейік. Ең алдымен таза ыдысқа бөлме температурасында еріген сары майды, сүзбені және қант ұнтағы мен біраз тұз қосып жақсылап араластырамыз. Енді қопсытқыш және електен өткен ұнды салып, жұмсақ қамыр елейміз. Мен қопсытқыштың орнына содаға біраз уксус қосып, қамыр еледім. Міне осындай қолға жабыспайтын жұмсақ қамыр шығады. Ыдыстың бетін пищевой пленкамен жауып, салмасы дайын болғанша тоңазытқышқа салып қоямыз. Сіздерге айтатын кеңесім, мен салмасына салатын грек жаңғағын ең алдымен суда шайып, оны шамамен 30-40 минуттай суда ұстадым. Суын төгіп тастап, тағы да бір рет таза сумен шайып, қызып тұрған пеште шамамен бір 10 минуттай кептіріп алдым. Енді салмасын дайындаймыз. Ол үшін бізге грек жаңғағын блендерге салып, үгітіп аламыз. Үгітілген грек жаңғағына қант ұнтағын қосып араластырамыз. Печеньенің салмасы дайын. Қамырды тоңазытқыштан шығарып, үстеліміздің үстіне біраз ұн сеуіп, қамырды жая бастаймыз. Қалыңдығын орташа қыламыз. Қамырдың үстінен үгітілген жаңғақтарды біркелкі қылып сеуіп шығамыз. Енді видеода көрсеткендей рулет қылып ораймыз. Үстінен кішкене басып шығамыз. Пышақтың көмегімен үшбұрыш қылып кесіп шығамыз. Табанның үстіне пергамент қағазын төсеп, печеньені қоя бастаймыз. Ыдысқа жұмыртқаның сарысы мен бір қасық сүт қосып араластырамыз. Енді кесечканың көмегімен печеньенің бетіне жағып шығамыз. Табамызды қызып тұрған пешке 180 градуста 25-30 минуттай пісіріп аламыз. Міне біздің сүзбеден жасалған жаңғақ салмасы бар печеньеміз дайын болды. Иісі деген барлық ас үйді алады. Өте дәмді әрі жұмсақ болып шығады. Міндетті түрде осы рецепт бойынша жасап көріңіздер. Сіздерге ұнайды деп ойлаймын. Астарыңыз дәмді болсын. Сіздермен бірге болған Дилара.